Жақсы балалар, қал жағдайларыңыз қалай? Бүгінгі сабақта сіздермен зат мөлшері, моль, авогадро саны және мольдік масса деген тақырыпты өтетін боламыз. Аты-жөнім Айкин Райымбек дәрігерұлы, химия пәнінің мұғалімі боламын. Жақсы балалар, сабағымызды онда бастайық. Міндетті түрде оқу мақсаты, бүгінгі сабақта біз не үйренеміз, зат мөлшерінің өлшем бірлігі ретінде мольді білу және авогадро санын біледі екенбіз. Қосылыстың малярлық массасын есептей алатынымыз және масса, зат мөлшері және құрылымдық бөлшектер санын есептеуді үйренеді екенбіз. Жақсы, келесі тірек ұғымдары. Бүгінгі сабақта біз қандай ұғымдармен таныс болады екенбіз және осы ұғымдарды қолданады екенбіз. Міндетті түрде зат мөлшері, моль саны, авогадро саны, құрылымдық бөлшектер саны және мольдік масса деген ұғымдармен сабақты өтеді екенбіз. Зат мөлшері мольмен өрнектеледі дейді. Сонымен, зат мөлшері дегеніміз не? Балалар, әрбір заттың бізде міндетті түрде зат мөлшері немесе моль саны болады екен. Қараңыздар, зат мөлшері балалар бізде физикалық шама болып табылады, Қазір оны сіздерге келесі презентацияда қазір көрсететін болатын келесі бетінде. Сонымен, қазір зат мөлшері дегеніміз не? Соны үйренуіміз қажет екен. Жақсы, моль дегеніміз не? Бұл құрамында 0,12 кг немесе 12 грамм көміртекте болатын атомдар санына тең құрылымдық бөлшектер болатын заттың мөлшері екен. Бұл жерде нақты құрылымдық бөлшектер бізде атомдар болуы мүмкін, немесе молекулалар болуы мүмкін екен. Көміртектің әрбір атомның массасын, көміртек атомның массасы бізде 19,93 көбейтілген 10-27 дәрежесі килограмм екен. Осыны міндетті түрде бізде 0,12 килограммға бөлуіміз қажет екен. Атом санын анықтау үшін. Сонда бөлген жағдайда бізде қанша пайда болды? 6,2 көбейтілген 10-23 дәрежесі. Сонда бізде қандай да бір заттың немесе қандай да бір молекуланың бір молі қаншаға тең болады? 6,2 көбейтілген 10-23 дәрежесіне тең болады екен. Бұны біз балалар ашып жазсақ болады әрине. 602 триллион, одан да көп сандар шығып кетеді. Олай қиналмас үшін, бізге не істейміз? Осы санымызды көріп тұрғандай, біз оны міндетті түрде жуықтауымыз қажет екен. Жуықтаған жағдайда міндетті дәрежемен жазуымыз қажет. Сонда 6,2 көбейтілген 10-23 дәрежесі шығады екен. Бұл бізде атомда болуы мүмкін, немесе молекулада болуы мүмкін. Бұның бәрін біз бір моль деп атайды екенбіз. Келесі, авогадро саны. Бар жаңағы бізде шыққан 6,2 көбейтілген 10-23 дәрежесінің санын итальяндық ғалым Амадео Авогадроның құрметіне авогадро саны немесе авогадро тұрақтысы деп аталады екен. Қалай белгіленеді? Na деп белгіленеді. Өлшем бірлігі моль минус бірінші дәрежесінде. Сонда тұрақты шама Na бізде 6,2 көбейтілген 10-23 дәрежесімен белгіленеді екен. Өлшем бірлігі тағы да бір рет айтам, моль минус 1 дәрежесінде. Жақсы. Ол кез келген заттың бір молінде 6,2 көбейтілген 10-23 дәрежесіндегі бөлшектер болатынын көрсетеді екен. Мысалы, мен 1 моль суды да 1 моль темірдің бөлшектерін алатын болсам, оның екеуінде де бөлшектер саны қандай болады? Бір-біріне тең болады. Жаңағын айттым мен сіздерге, ол молекула болсын, ол атом болсын, ондағы моль саны біреу болатын болса, екеуінің де бөлшектер саны 6,2 көбейтілген 10-23 дәрежесі. Біреуінде бірақ молекула болса, ал екіншісінде атом болады екен. Себебі су бізде молекула, ал жай ғана темір ол бізде атом болып табылады. Жақсы, авогадро санын заттың молекуласын табу үшін қолданады екенбіз. Енді балалар, міндетті түрде бұл тақырыпта бізде формула бар.
келесі сабақтарда формула бойынша біз есептерді шығаратын боламыз. Сол себепті міндетті түрде формулаларын дәптерге жазып аламыз. Бұны мен тексеретін боламын. Сонымен зат мөлшері мен Авогадро саны арасындағы байланыс. Қандай байланыстар бар екен? Қараймыз. Зат мөлшерінің формуласы міндетті түрде жазып аламыз. N, кішкентай n тең болады үлкен n бөлінген na. Жаңа na не екен біз өттік. Білдік. Na деген бізде Авогадро саны немесе Авогадро тұрақтысы деп аталады. Кішкентай n дегеніміз балалар бұл жерде бізде зат мөлшері болып табылады. Және үлкен n дегеніміз ол бізде молекула немесе атом саны. Ол сіздерге молекула немесе атом саны екен қайдан білеміз? Ол есептің берілгенде сіздерге жазып қояды екен. Жақсы. Келесі. Зат мөлшерінің формуласын анықтау жаңағын айттым сіздерге. Енді осы зат мөлшері бізде егер анықтау немесе берілген болатын болса, біздегі жаңағы бөлшектер немесе молекулалар санын шығара алады екенбіз. Формуласы қандай? N тең болады кішкентай n көбейтілген na. Зат мөлшерін Авогадро санына көбейтуіміз қажет екен. Келесі. Мольдік масса. Балалар, алдыңғы сабақта сіздерде 7-ші сыныпта малярлық масса деген тақырып өткен болатынбыз. Бұл соған ұқсайды, бірақ екеуінің айырмашылығы, егер бізде малярлық массада, салыстырмалы малярлық массада бізде молекуланың массасын анықтасақ, ал мольдік массада бізде бір мольдағы жаңағы элементтің немесе молекуланың мольдік массасını анықтайды екенбіз. Бір мольдегі массаны. Енді қараңыздар, екеуімен тоқталып өтетін болсақ, бізде mr біреуі жазылуы, ал мольдік массаның жазылуы бізде үлкен m. Жаңағын айттым, біреуінде өлшем бірлігі болмайды дедім, ал екіншісі өлшем бірлігі бар. Үлкен m-нің өлшем бірлігі грамм бөлінген моль. Міндетті жақсы ма? Жазылуы үлкен m. Жақсы. Бұл жерде екі мысал көрсетілген сіздерге. Екеуі де метан газына байланысты. Метан газының жазылу формуласын сіздер білесіздер. Жазылу формуласы бізде CH4 екен. Жаңағы көріп тұрғандарыңыздай, mr бізде жаңағы атомдық массаларының индекстеріне көбейтіліп, бір-біріне қосындысына тең екен. Атомдық масса көміртек қосылған атомдық масса сутектің 4-ке көбейтілуі. Себебі сутектің саны бұл жерде бізде 4 болып тұр. Индексінде 4 берілген. Бізде 16 шығады екен, және үлкенімде 16 шығады, бірақ қасында өлшем бірлігі міндетті түрде жазылу керек. Ол бізде грамм бөлінген мольға тең болады. Жақсы. Мольдік массаға байланысты формулаларымыз бар. Формуланы міндетті түрде біз түрлендіруіміз қажет. Мысалы, ең бірінші формулада сіздерде мольдік массаны анықтау формуласы берілген. Ол бізде затты массасының мөлшеріне қатынасына тең болады екен. Қатынас деген өздеріңіз білесіздер, ол міндетті түрде бөлім, бөлу керек. Массаны зат мөлшеріне бөлеміз. Бұл жерде масса бізде кішкентай m-мен берілген. Мольдік масса үлкенімен және n бізде өздеріңіз білетіндей зат мөлшері болып табылады. Және бұл формуладан түрлендіру арқылы зат мөлшерін және массаны анықтауға болады екен. Зат мөлшері анықтаған кезде массаны үлкен m мольдік массаға бөлеміз, ал массаны анықтаған кезде зат мөлшерін мольдік массасына міндетті түрде. Келесі. Мольдік масса. Жаңағын айтып өттік. Мольдік масса бізде заттың массасын сапалық және сандық құрамын анықтайды екен. Бізде ол жаңағы салыстырмалы молекулалық және атомдық массасына тең болады. Мысалда көріп тұрғандарыңыздай, біздегі бір мольдің ішіндегі элементтердің массасы, графит мысалы, сіздер өздеріңіз де білесіздер, көміртек аллотропиялық түр өзгерісі болып табылады. Массасы 12 грамм, темірдікі 56 грамм, мыстікі 64 грамм және күкіртікі 23 грамм болып табылады екен. Әр біреуіндегі жаңағы Авогадро тұрақтысы бізде 6,2 көбейтілген 10-ның 23-ші дәрежесі. Балалар, сіздерге сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Осымен сабағымыз аяқталды. Сіздерге үй тапсырмасынан міндетті түрде осы параграфты конспектлеп келу қажет. Осы
презентация бойынша және сіздерге үй жұмысына 2 тапсырма беретін боламын. Ол біріншісі терминдер сайысы, міндетті түрде ұғымдардың дұрыс анықтамамен сәйкестендірулеріңіз қажет. Моль, авогадро саны, мольдік масса және зат мөлшерімен. Келесі екінші тапсырма, ойлан да түсіндір. Төмендегі сөйлемдерді өз сөзіңізбен толықтыруыңыз қажет. Мысалы, моль дегеніміз бұл тағы да басқа деген секілді. Жақсы балалар, онда сіздермен қоштасамын. Сабақ түсінікті болды деген ойдамын. Сау саламатта бола қойыңыздар. Сау болыңыздар.